Алматыда 119 кәсіпкер тауар құнын шарықтатамыз деп жауапкершілікке тартылды. Бизнесмендер азық-түліктің бағасына қосылатын 15% үстемақы мөлшерін асырып жіберген. Қазір 113 кәсіп иесіне әкімшілік хаттама толтырылса, 6-ы айыппұл арқалады. Сауда департаменті әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын бір қалыпты ұстап тұру үшін 1,5 миллиард теңгеге форвардтық келісімшарт жасады. Оның аясында 9,7 тонна картоп, пияз, сәбіз, 40 қабат төменгі бағамен сатып алынады. Сондай-ақ мұндай келісім сүт өнімдеріне қатысты жасалды. Келісімдердің жалпы сомасы 395 миллион теңге. Были предоставлены льготные займы субъектам предпринимательства для стабилизации цен на овощную продукцию, в том числе 4 позиций: это картофель, лук, морковь, капуста. А также нами были заключены форвардные контракты на поставку сахара, песка в объеме 3500 продукций и риса шоколадного в объеме 1000 тонн. Мұнай өңдеу кәсіпорындарын жекешелендіру жалғасады. Бұл жолы Павлодар